Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде ыдыс-аяқ көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде күміс ыдыс-аяқтар кең мағынада, үйдегі де, сауда-саттықта да иесінің қызметшілерін бейнелейді. Кімде-кім алтын ыдыс, құмыра немесе тұтқасы бар саптаяқ алғанын көрсе, ол алатын қызметшісіне немесе үйленетін әйеліне, немесе мінезі нашар қызметшіні білдіреді. Егер түсіңізде ыдыстарға зәр шығарғаныңызды көрсеңіз, бойдақ болсаңыз, бұл некені білдіреді. Егер үйленген болса, әйелінің жүктілігін, немесе одан ақша сұрайтынын білдіреді. Түсінде таза ыдыстарды көру нағыз өркендеу кезеңінің басталуын білдіреді. Ақырында тағдырдың сізге деген ықыласын бағалай алатын уақыт келеді. Лас ыдыс-аяқ көңілсіз болашақтың хабаршысы. Егер түсіңізде сіз тәрелкені алсаңыз, онда шын мәнінде сәттілік сізге міндетті түрде келеді. Егер плиталар құлап сынса, онда сәтті оқиғалардың уақыты қысқа болады. Егер сіз өзіңіздің сөрелеріңізді жарқыраған ыдыс-аяқтармен таң қалдыратыныңызды армандайтын болсаңыз, бұл түс сізге үйде гүлденуді және жақсы үйге ие болуды білдіреді. Егер жас әйел әдемі фарфор дүкеніне кіріп, тауарларды тамашаласа, ол лайықты адаммен бақытты некеде болады. Бос сөрелері бар, ұқыпсыз фарфор дүкені бизнестегі шатасуды және көңіл күйді түсіруді уәде етеді. Металды ыдыстар жақсы жағдай немесе бай некені білдіреді. Шыны ыдыстан ас ішу махаббаттағы бақытты білдіреді. Кристалды ыдыстар атақ-даңққа жетуді білдіреді. Жас әйел түсінде табақтарды көрсе, бұл оның әрқашан үнемді үй шаруасындағы әйел болатынын және лайықты күйеуді жеңетінін білдіреді. Егер сіз шай шыны аяқтарын армандайтын болсаңыз, бұл сіздің уақытыңыздың көп бөлігін ләззат алуға жұмсайтыныңызды білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.